Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді жеті шелпек дайындаймыз. Жасалу жолы өте оңай. Видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге жасап көріңіздер. Көріп тұрғандарыңыздай, шелпектеріміз өте жұмсақ болып піскен. Ал кәне бастайық. Ол үшін ыдысымызға бір кеседе жылы суымызды құямыз. Бір шай қасық тұз, бір ас қасық қантымызды салып, бір кесе жылы сүтімізді құйып, бір ас қасық дрожжи, бір қасық майонезімізді салып, бір жұмыртқамызды жарып, онымызды електен өткізіп, жұмсақ қамыр елей бастаймыз. Ең соңында қамырымызға 1-2 қасық өсімдік майын құйып, жақсылап қолымызбен ысып, үстін жауып, 1-1,5 сағатқа жылы жерге қоямыз. Міне уақыт өткеннен соң біздің қамырымыз көтерілді. Үстелімізге ұн сеуіп, қамырымызды 7-ге немесе 9-ға бөлеміз. Міне шелпектерге арналған қамырымызды дөңгелетіп ысып алдық. Майымыз қызған соң біртіндеп пісіре бастаймыз. Міне достар, шелпектеріміз дайын болды, өте дәмді және жұмсақ болып пісті. Құрбан айт мерекесі қабыл болсын. Әрбір шаңыраққа береке, бірлік және молшылық тілеймін. Сіздермен болған айым, қош сау болыңыздар.